Мектебімізде тәуелсіздік мерекесі қарсаңында тәуелсіздік тұғырматы апталық өтті. Апталықтың негізгі мақсаты оқушылардың өз елінің тарихын тереңірек тануға және де өз еліне деген құрмет сүйіспеншіліктерін арттыру мақсатында өтті. Жалпы апталық 3 бағытта болды. Мектепшілік шаралардан қала көлемінде және желілік көлемінде өтті. Әрбір күнде бірнеше шаралар ұйымдастырылып өтіп жатты. Солардың бірі ол жаңағы 7-ші сыныптар арасындағы шығармашылық фестивалі, яғни біз ол жерде жас таланттарымызды анықтадық. Ал шаңырақтар арасында ұйымдастырылған ән айту байқауында балалар патриоттық әндерді орындау арқылы өздерінің өз еліне, отанына деген құрмет сүйіспеншілігін көрсете білді. Жалпы бұл шаралардың барлығы балалардың бойында өз еліне, жеріне деген құрметін дәріптеуге және де тәуелсіздіктің ең басты құндылығымыз екенін сезінуге бағытталғаны байқалды.